пайда болған сәтінен бастап ғылым ретіндегі қазіргі күнге дейін қандай кезеңдерден өтті? Біз осы мәселені қарастыруымыз керек. Әрине, біз нақты ғылым тарихы туралы мәселені қозғаған кезде оның пайда болуын зерттеуде біз нақты бір дәлелдерге сүйенуіміз қажет. Жалпы ғылымның дамуы бұл біз білеміз, жалпы адамзат баласының санасының, оның жалпы білім деңгейінің қалыптасуы осы құбылыстармен байланыстырамыз. Соған орай біз ғылымның дамуын келесі төменде көрсетілген процестермен тікелей байланыстырамыз. Бұл жалпы қарым-қатынас құралы ретінде тіл, соның ішінде сөйлеу қабілетінің қалыптасуы, белгілі бір дағдыға айналуы, сондай-ақ мынау адамзат баласының немесе адамдар арасындағы белгілі бір топтар арасындағы қажеттіліктен туындайтын есептеудің дамуы, сондай-ақ түрлі өнер салаларының пайда болуы және дамуы. Әрине, өнер туралы айтқаннан кейін біз жазу мәселесін айтуымыз керек. Жазу өнерінің қалыптасуы мен дамуы. Енді келесі екі процесс, бұл үлкен процесс, өйткені жаңағы сөйлеу мәдениеті, есептеудің қалыптасуы, жалпы өнер салаларының пайда болуы мен қалыптасуы, сондай-ақ жазу өнерінің тұрақталуы, бұл енді адам баласының санасының өсіп жетілуіне әсер етуші негізгі факторлар. Соның нәтижесінде әлемнің құрылысы және құрылымы туралы бір дүниетанымдық көзқарастың қалыптасуы. Және бұл философияның пайда болуына әкелді. Ал философия дегеніміз не? Философия бұл ғылымды қоғамдық сананың белгілі бір формасы және адамның дүниеге көзқарасын анықтаушы теориялық сана ретінде, қоршаған ортаға қатынастың типі ретінде бағалайды. Ғылымды философиялық тұрғыдан зерттеу бұл өз жемісін береді және ғылым мен ғылыми қызметті зерттейтін басқа пәндердің арасында ерекше бір сондай орынға ие. Біз осы тұрғыда ғылымның қазіргі таңдағы жаһандық мәселелерді шешудегі бір үлкен әлеуметтік күш ретіндегі қызметін, оның маңыздылығын айта кетуіміз қажет. Бұл жерде айтатын мәселе, бұл ғылыми зерттеулер тәсілдерінің көп түрлігі. Өйткені әр мәселе өзіне қатысты сондай әдіс тәсілдерді талап етеді. Бұл ғылыми танымның бір маңызды ерекшелігі және сол ғылыми танымның дұрыс ұйымдасқандығын, оның дұрыс реттелгендігін, сондай-ақ егер ол нәтиже беріп жатса, демек оның дұрыс мақсат қоя білгені, дұрыс тәсілді қолдана білгендігін айқындайды. Біз тәсілдеп бұл жерде адамдардың іс-әрекеттерін қайта құратын теоретикалық және практикалық, теориялық немесе эмпирикалық деп жатамыз, танымдық ережелерді, тәсілдердің, жалпы амалдардың жиынтығын айтамыз. Әрине, бұл айтылған амал тәсілдер әркімнің өз еркімен жүзеге аса бермейді.
ол жаңағы зерттеу объектісінің заңдылықтарынан кеп шығады. Демек, ақиқатқа жетудің де өзінің тәсілдері көп. Ал танымның тәсілдері мен практикалық әрекет тәсілдерін зерттеу ерекше пән, яғни жаңағы методология деп айттық қой басында, әдістеменің еншісінде. Жалпы ғылым философиясы бұл ғылымды адам іс-әрекетінің ерекше бір қажетті, ол үнемі бір адам баласының санасының дамуының кілті ретінде қарастыратын және жалпы адамзат баласына тән білімнің жүйесі деп қарайтын философияның үлкен бір тарауы десек болады. Ғылым философиясы ғылымның қалыптасуын, даму динамикасын, ғылыми танымның ішкі механизмдерін, әдістер мен принциптерін, ғылымның адам мен қоғам өміріндегі рөлін зерттейді. Қазіргі ғылым философиясы 20 ғасырдың бірінші жартысында қалыптасқанын білеміз. Бұл ғылыми революция классикалық көзқарастарды мүлдем өзгерткен болатын. Ғылым философиясының міндеті дегеніміз ғылыми білімнің сипаттамасын, табиғатын, жағдайын ашу. Сондықтан ғылым философиясының пәні деп біз ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен ол ұстанатын міндет етіп қойған бағдарларын айтамыз. Қазіргі ғылым философиясы 20 ғасырдың бірінші жартысында қалыптасқан болатын. Ғылыми революция классикалық көзқарастарды түбірімен өзгертті. Сондықтан ғылым философиясының пәні ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен жаңағы бағдарлар деп айттық қой, соның ішінде ғылымның құндылықтарын терең зерттеу, олардың ішкі мәнін айқындау, жалпы адамзаттық өркениет аясындағы даму бағыттарын зерделеу, бұл қазіргі ғылым философиясының алдында тұрған ең сондай келелі сауалдардың бірі. Енді оқу пәні ретінде ғылым философиясы қашан қалыптасты? Оқу пәні ретінде ғылым философиясы бірінші бұл батыста қалыптасты. 19 ғасырдың соңы және 20 ғасырдың басынан бастап. Ғылым философиясының негізін қалаушылар үлкен жаңағы ойшылдар, философтар деп айтуға болады. Бұлар Людвиг Витгенштейн, Томас Кун, Имре Лакатыс, Эдмунд Гуссерль, Карл Поппер және тағы басқалар. Философияны ғылымға жақындастыратын жақтар қандай? Міне осы сұрақ бізді мазалауы мүмкін. Ғылым сияқты философияда өз қағидаларын фактілермен, бір логикалық қисындармен, дәлелдермен негіздеуге ұмтылады. Осы тұрғыдан алғанда ғылым мен философиясының жаңағы ара қатынасын, ұқсастықтарын және байланысын аңғарамыз. Жалпы ғылым тарихы мен философиясының пәні ғылымның дүниетанымдық негіздері болып табылады.